Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша оқулықтағы 1-де 9 есептің шығарылуын көрсетейін. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, олай болса есебімізді бастаймыз. Бірінші мына функцияның алғашқы функциясын табамыз. Ол үшін мына жерде жоғарыда мен қолданатын формуланы жазып қойдым. X-ның бір дәрежесі болса, 2 көбейтілген x-тің 1 плюс 1 дәрежесі бөлінген 1 плюс 1 болады. Плюс тұрақты сан 3, k-ның орнында 3 тұр, олайса оның алғашқы функциясы 3x болады. Қосу с. Енді мына арғы ықшамда жіберсек, 2 мен 2 қысқарып кетеді. X квадрат қосылған 3x қосу с. Енді m-нің мәні x-тің орнына 1-ді, y-тің орнына 2-ні қойып, с-ның мәнін тауып аламыз. Сонда 1-дің квадраты қосылған 3 көбейтілген 1 қосу с тең болады 2 деп с-ның мәнін тапсақ. Мына жерде 3, 4, 2-ден 4 алсам, менде минус 2. Сонда с-ның мәні минус 2, олай болса x-тан f тең x квадрат плюс 3x минус 2 деген бізде мынадай алғашқы функциясы осындай түрде болады. Енді бұның графигі мына жерде мен дайындап қойдым. Парабола. Алғашқы функциясын табамыз. 3x-тің мына жерде n-ның орнында 2 тұр, олайса 2 қосылу 1 бөлінген 2 қосу 1 минус тұрақты сан k-ның орнында 2 тұр, 2x қосу с. Ықшамда жіберсек, мына 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда x куб минус 2x қосу с. X-тің орнына 2-ні, y-тің орнына 4-ті қоям. Сонда 2-нің кубы минус 2 көбейтілген 2 плюс с тең 4 деп с-ның мәнін тауып аламын. Минус 4 плюс с тең 4. Сонда с-ның мәні 0 болады. Сонда x-тан f тең x куб минус 2x с-ның мәні 0-ге тең болса, мына жерде олайса алғашқы функция осы түрде болады. Бұның графигі мына жерде салып қойдым алдыға. Мына функцияның алғашқы функциясын табамыз. Тұрақты сан 1-1-діңкі 1x болады. Қосылған минус синустың алғашқы функциясы минус косинус x қосу с. X-тің орнына 0-ді, y-тің орнына 1-ді қоям. Сонда 0 қосылған косинус 0 градус қосу с тең 1 болады. Косинус 0-де 1-ге тең. Қосу с тең 1. С-ның мәнін табу үшін 1 қосу 1 тең 2. Сонда x-тан f тең x минус косинус x плюс 2 деген мынадай алғашқы функциясы шығады. Бұл функцияның алғашқы функциясын табамыз. 3 тұра береді. Косинустың алғашқы функциясы бізде синус x 2x қосу с болады. Сонда x-тің орнына пи бөлінген 2, y-тің орнына минус 1-ді қоям. Сонда 3 көбейтілген синус пи бөлінген 2 минус 2 көбейтілген пи бөлінген 2 қосу с тең болады минус 1 деп с-ның мәнін табайық. Синус пи бөлінген 2-де 1-ге тең, сондықтан 3, мына екеуі қысқарып кетеді демді пи қалады. Қосу с тең болады минус 1. С-ны табу үшін сонда пи-ні жағына оң саны болашады. Минус 1, мына минус 3 болып, минус 4 болады. Ары қарай бізді x-тан f тең 3 синус x минус 2x қосу пи минус 4 деген алғашқы функциясы осы күйінде болады екен. Бұның графигі де мына жерде салып тұр. Ары қарай келесі. 5-шісі. Енді мына жерде бірінші ықшамдап алып, сосын мына алғашқы функциясын табуға да болады, немесе осы күйінде шығара беруге де болады. Бірінші ықшамдап алайық. Ол үшін мынаны келтіру формуласына келтіреміз. Синус пи бөлінген 2 плюс x-тің мәнін тауып аламыз. Ол дегеніміз косинус x-ға тең болады. Квадрат болғасын жерде ол косинус квадрат x болады. Сонда мына өрнектің мәні тең болады 1 бөлінген косинус квадрат x. Енді бұл функцияның алғашқы функциясы тангенс x қосу с болады. Енді орнына мәндерін қойын. X-тің орнына тангенс
минус пи бөлінген 4 қосу с тең болады минус 1 деп. Мынау деген минус 1-ге тең плюс с тең минус 1. Сонда с-ның мәнін табу үшін минус 1 қосу 1 0-ге тең болады. Олай болатын болса, бізде алғашқы функция x-тан f тең тангенс x болады екен. Алғашқы функция. Бұның графигі мына жерде салып отыр. Ары қарай келесі. Бұны да ықшамдап аламыз. Бізде косинус 3π бөлінген 2 минус x дегеніміз бізде ол келтіру формуласы бойынша минус синус x-қа тең. Бірақ бізде квадраттаған кезде ол оң сан болып кетеді. Сондықтан мына өрнектің мәні мынау тең болады 1 бөлінген синус квадрат x-ті береді. Енді бұл функцияның алғашқы функциясы бізде минус котангенс x-ті береді, плюс с, орнына мәндерін қойсам, минус котангенс 5π бөлінген 6, плюс с тең болады, түбір астында 3 болады. Котангенс 5π бөлінген 6-ның мәні минус түбір асты 3, ол мына минус пен плюс түбір асты 3 болады, плюс с тең түбір асты 3. Сонда с-ның мәні 0-ге тең болады, сонда алғашқы функция x-тан f тең минус котангенс x. Мынау бізде есептің жауабы. Оның графигі мына жерде кескінделіп тұр. 1/11 есеп. Мына функциялардың алғашқы функцияның жалпы түрін тап дейді. Біріншісін қарастырайық. Бірінші. Мына функцияның алғашқы функциясын табу үшін бізде x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы. Мына формуланы қолданып бірінші формуланы. Сонда мынау x минус 1-дің 4 дәрежесі бөлінген 4 қосу с күйінде болады. Екіншісінің жауабы x-тан f тең 1 минус 2x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3. Мынау енді алғаш функцияны табудың 3 ережесі бойынша, мынау x-тің коэффициент бізде мындай 1-ге тең болғасын ештеңе жазылған жоқ, мынаның коэффициент минус 2-ге тең болғандықтан бұл минус 2-ден 1-ді алдына көбейтіп жазам, қосу с, ары қарай ықшамдап жіберсем, мынау минус 6-тан 1 минус 2x-тің кубы қосу с күйінде болады екен. Келесі үшінші x-тан f тең. Мынау енді 2-ден 1 алдында тұра береді, мына алдында тұрған. 1 бөлінген түбір асты x-тің алғашқы функциясы 2 түбір астында x қосылған, мына жерде 11 тұра береді. x-тің 11 дәрежесі бөлінген 11 қосу с, ары ықшамдасақ, 2 мен 2 қысқарып кетеді, түбір астында x қосылған, 11 мен 11 қысқарады. x-тің 11 дәрежесі қосу с күйінде болады. Келесі төртінші x-тан f. Мынау x-тің минус 2 дәрежесі түрінде жазылады, мынаны минус 2 дәрежесі деп. Сонда x-тің минус 2 дәрежесі қосу 1, бірінші формула бойынша минус 2 плюс 1 болады бөлімі, плюс 12 тұра береді, плюс 12, x-тің 9 дәрежесі бөлінген 9, көйту, плюс с, ары ықшамдап жіберейік. Сонда x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1, мына екеуі 3-ге қысқарады, сонда плюс 3-тен 4, x-тің 9 дәрежесі қосу с, мына енді бөлшектің бөліміне жүрсе, минус 1 бөлінген x болады, қосылған 3-тен 4, x-тің 9 дәрежесі қосу с күйінде болады екен. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.